Облыста маңызы бар автокөлік жолдарының маусымдық қауіпсіздік шараларына әкімдік әмияннан 100 миллион теңге бөлінген. Бүгін аппарат кеңесінің кезекті отырысында осы және өзге де маңызды мәселелер қаралып, өңірдің қысқы маусымдағы жай-күйі пысықталды. Электроэнергетика саласының 3 айлық баяндамасы тыңдалды. Жамбыл облысы бойынша жолды қардан тазалауға 114 бірлік техника жұмылдырылыпты. Көктайғақтың алдын алу шараларына 895 тонна тұз, 74 мың литр дизель отыны және 12 мың литр бензин әзірленген. Осындай статистикалық деректермен баяндамасын бастаған басқарма басшысы өңірдегі автокөлік жолдарының жай-күйі тұрақты деді өз сөзінде. Жыл сайын облыс бойынша ең қауіпті аймақ болып Жуалы ауданына қарасты Момышұлы, Қостоған, Қоңыртөбе, Көлтоған жолдары саналады екен. Себебі жолдың екі жағында қаптап өскен ағаштар тазалау жұмыстарына кедергі жасайтын көрінеді. Облыс басшысының тапсырмасымен енді ол аймаққа қарға тосқауыл болатын кедергі салынатын болады. Облысымыздың жергілікті маңызы бар автожолдарды қысқы күтіп ұстауға 12 мердігерлік ұйымдар тартылған. Жоғарыда аталған жолдардың техникалық саны нормативтен тек 27% ғана құрайды. Ағымдағы жылы облысымыздың басым бөлігінде қыс маусымының жауынсыз болуына байланысты Жуалы ауданынан басқа жолдарда жағдайлар тұрақты. Әр ауданның жай-күйіне тоқталған кеңес қатысушылары бірден күн тәртібіндегі келесі мәселеге көшті. Алдымен облыс тұрғындардың жылумен қамтамасыз етілуі баяндалды. Қағаздан бас көтермеген басқарма басшысы жылуға берешек мекемелерді жіпке тізді. Олардың қатарында ЖЭС, ГРЭС, ТЭЦ, Жамбыл жылу, Тарас су сынды коммуналдық мекемелердің қарызы бар көрінеді. Облыс әкімі өңір қолданып жатқан энергия көлемін сұрағанда, сала басшысы тосыннан қойған сұраққа тосылып жауап берді. 350-360 мегаватт аламыз. Соның ең қомақты кассасы оталады. Біздің қанша дедім? 350-360-ға жинап отырмыз. Бірақ кім айтты саған 350? Талдап берейін бе саған? Біреу ауыз запчасть, біреуін алады теміржол, жылу. 132 осы. Мен саған облыс бойынша сұрап отырмын. Бізде солнечная электростанция бар, бізде ветровая электростанция бар, бізде гидроэлектростанция бар. Одан бөлек ТЭЦ-тен аламыз. Одан бөлек Жамбыл ГРЭС-тен аламыз. Мне за тебя стыдно, слушай. Целый начальник управления абсолютно не владеешь ситуацией. Аппарат отырысының қорытындысында энергетика саласындағы жұмысқа аймақ басшысының көңілі толмады. Жақын арада жоғарыда аталған коммуналдық мекемелерді қайта жинап, қарыздардың көлемі қайта нақтыланатын болады. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, Жетішек Ньюс.